Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге iPhone-ға Pinduoduo программасын қалай жүктеу керек екендігі туралы ақпарат беретін болам. Ең бірінші App Store программасына кіріп Pinduoduo'ны жүктеп аламыз. Болғаннан кейін көк жазумен жазылған батырма шығады. Сол батырманы бассаңыздар, номер жазатын окошко шығады. Сол жерге өздеріңіздің +7 деп бастап, ары қарай өз номерларыңызды жазатын боласыздар. Номер жазып болғаннан кейін телефондарыңызға код келеді. Сол кодты жазып, ары қарай Pinduoduo'ға кіресіздер. Одан кейін любой бір товарға кіресіздер де, үстіңгі жағында плюс тұрады, добавить адрес. Кіріп адрестарыңызды получательға өздеріңіздің аты жөніңізді, телефон номер, подробный адрес және область райондарыңызды жазасыздар. Видеода барлығы толықтай көрсетілген. Инструкция бойынша барлығын жасасаңыздар. Аягөз районын таңдайсыздар. Подробный адрес өздеріңіздің тұрып жатқан тұрғылықты үйлеріңізді. Одан кейін тікелей филиалға деген жерде жаңа пост деген таңдайсыздар. Астында жүрекшені басып, қызыл батырмаларды бассаңыздар, карточка тіркейтін жер тұрады. Сол жерге карточкаларыңыздың номерін толықтай мұқият жазып шығасыздар. Егер де карточкаларыңыз тіркелмей, қандай да бір қиындықтар болып жатқан жағдайда басқа карточканы тіркеп көрсеңіздер болады. Карточканы жазып болғаннан кейін қызыл батырмаға бассаңыздар, бірінші столбта өздеріңіздің карточкада тұрған аты жөндеріңіз, екінші столбта карточканың срогы, мерзімі, яғни үшінші столбта 3 сан, карточканың артындағы 3 сан жазылу керек. Одан кейін сіздерге код шығады, яғни ол кодты өздеріңіз ойлап, ойдан жазып, ұмытып қалмайтындай ғып тіркейсіздер. Біздікі 080808 болды мысалға. Сонымен Pinduoduo'ға тіркеліп болғаннан кейін жаңа постты жүктеп аласыздар да, тағы да номер жазасыздар өздеріңіздің, яғни жаңа постқа тіркелген номерларыңыз. Код келеді, кодты тіркейсіздер. Бөлімше деген жерде Аягөз ауданын таңдап өздеріңіз белгілеп аласыздар. Одан кейін алушы деген жерге өздеріңіздің удостоверенияларыңыздың алдын артын қолдарыңызды қоясыздар. Тұрғылықты мекен-жайларыңызды барлығын жазып тіркейсіздер. Қазір көрсететін видеода инструкция көрсетілген, соны мұқият қарап шығыңыздар. Енді кезекте мен сіздерге Pinduoduo'мен қалай заказ беру керек екендігі туралы ақпарат беретін болам. Кез келген бір товарға кіресіздер, тікелей филиалға жеткізу деген жерде жаңа постты таңдайсыздар. Таңдап болғаннан кейін товардың астында нақты информациялар тұрады. Переводчикпен аударып алсаңыздар, барлығы жазылып тұрады. Фото 6,50, товардың нақты бағасы. Бұл жерге сіздер карточканың артындағы 3 санды енгізесіздер. Жүрекше значок шығады, ол заказ берілді деген сөз.